Бауырсақ жоғары немесе бірінші сортты бидай ұнынан пісірілген тағам. Бауырсақтың түрлері көп. Оны ашытып та, ашытпай да, көлемін әртүрлі етіп те пісіре береді. Және әр аспаздың өз құпиясы бар. Бауырсақ ашытылған қамырдан және тұщы қамырдан иеленіп жасалады. Ал қазақ халқында иеленіп пісіру жағы ұқсас болғанымен, пішіні мен үлкендігіне байланысты бауырсақтың бірнеше атауы бар. Қазақта ши бауырсақ, ақ бауырсақ, шай бауырсақ, тұш бауырсақ, ашыған бауырсақ, қармақ бауырсақ, жалпақ бауырсақ, жол бауырсақ, ләйлек, бәтер, шелпек, қабыршақ шелпек, май шелпек, қиықша, қошқар мүйіз, сәлде деген бауырсақтың түрлері бар екен. Өздеріңіз байқаған боларсыздар. Кейбірі біздің басқа елдерден үйреніп жүрген шәк-шәк, кітірлік сияқты болады. Өзге елден үйрендік демей-ақ, бұрыннан бері өз халқымыз пісіріп жүрген ұлттық тағамымыз екендігіне дау жоқ.